Көкем-ау, мына үйдің стилі қандай? Бұл ең соңғы үлгідегі классикалық үлгідегі үй. Сұранысқа ие қазір. Номер один ба? Номер один. Байқадым. Светі. Мені алшы деп тұрғым мына үй. Ақшам болған өзім алатын ем бар ғой. Сыртын дотронь прометей. Үштегі. 10 сот. Барбекю соны өтіріп. Бәрі бар. Бұл не деп жатыр сенің бағасын жалпы? Бұны 185-е шығардым. 185 ауыр ғой. Бүгін келген адамға кестіріп беріп жіберейік. Бітейік аға. Сауда бар жерде береке бар да. 175 деп шығарайық та. Сосын кішігірім вариант қарай жіберіңіз. Пәтер, машина ма? Кесіп беріп жүрсеңші келген адамға. Көрейік мені. 175 деп шығарып берем, ақыл ма? Ағайындар, осындай зәулім үй 4 бөлмелі, 4 жатын бөлмесі, 3 санузел, 3 гардероб, зал, холл, кең заман стилдегі заманауи номер 1 үй сатылымға шықты. Су жаңа үй іздеген жандарға жұғысты болсын. Элиталық ауданда Шымкент қаласы Нұртас мөлтек ауданда көшесі 3-91. Көршілердің барлығы зәулім жаңа үйлер иесі. Мешіт, мектеп, емхана қалаға кіріп шығуға өте ыңғайлы локацияда орналасқан. Дәл осындай элиталық ауданнан үй қарап жүрген жандарға дәл осы үйіміз жұғысты болсын. Шымкент қаласы Нұртастан 3-91 номердегі үйіміз сатылымға шығып жатыр. Қарасаңыздаршы, 2026 жылғы үй. Көшелер асфальт, түнгі жарық шамдары бар. Бұл жерде көшелердің, учаскелердің өзі 70-80 миллион болып жатыр. Шындығын айта кетейін. Ал мен сіздерге ішін көрсете кетейін. Қарасаңыздаршы, үйіміз толный камерамен, қазіргі заман талабына сай камерамен жабдықталған, автоматтандырылған, воротамыз автоматтандырылған. Кіреберіс жеріміз дәл осындай. Қарасаңыздаршы, мынаның өзіне әжептәуір тиын кеткен енді. Оны өзі стройка істейтін адамдар сразу түсінеді, хабары бар адамдар. Есік ауламызда барбекю зонасы бар, летний кухнясы бар. Қарасаңыздаршы, дәл осындай үйіміз сатылымға шығып жатыр, ағайындар. Ал мен сіздерге үйдің ішін көрсете кетейін. Үйіміздің размерін айта кететін болсам, 21,5-да 18 үйіміздің размері. Ал бисмилля, үйдің іші кіреберіс жерімізде. Сол жақ бетімізде санузел бөлмесі. Гостевой санузел. Қонақ келген кездегі күтетін санузел да. Қонақтарға арналған. Бисмилля. Үйіміз полный теплый пол, паровой жүргізілген. Қарасаңыздаршы, неткен керемет. Дәл осындай үйлі болан деп жүрген жандар дәл осы жылы осы үйлі сатып алуларыңызға тілектеспін, ағайындар. Қарасаңыздаршы, люстрасының өзі өте қымбат тұрады. Кухня бөлмесі, полный камера қойылған үйімізге. Қарасаңыздаршы, дайын. Тек қана мебельдеріңізді аласыздар, келесіздер, өмір сүре бересіздер. Кухняның өзінде мен сіздерге көрсете кетейін. Теплый пол мен паровойдікі екі не қойылған ғой. Қарасаңыздаршы, бұндай үй редко Шымкентте. Ал мына жақта стиралка бөлмесі. Стиралка қойып қойсаңыздар да болады. Оң жақ бетімізде жатын бөлмесі. 5-5 жатын бөлмесі. Қарасаңыздаршы, өте кең, әрі үлкен. Дәл осындай үйіміз сатылымға шығып жатыр. Бағасын түсірдік 10 миллион. Ал келіңіздер, осы жылдан қалмай үйлі болыңыздар. Қарасаңыздаршы, неткен керемет, неткен сұлулық. Зал бөлмеміз. Зал бөлмені көрсеттім, холды көрсетейін мен сіздерге. Холдағы мына рүстілерін көріп, ғашық болмасқа 910 мың теңге тұрады екен әрқайсысы дәл осы люстралардың өзі. Енді ойлай беріңіздер, бұл жерге өзім тұрамын деп салынған үй болып тұр. Сатуға емес, өзім тұрамын деген үй болып тұр, ағайындар. Мастер спальниді көрсете кетейін мен сіздерге. Ал мастер спальни кіреберіс жері дәл осындай. Мастер спальниде гардеробы болады, гардеробы бөлек, және де санузелі бөлек болады. Қарасаңыздаршы. Детский спальни деп айтылады. Онда үлкен детский спальни 2026 жылда үлкен салынып жатыр. Тағы да мастер спальни. Мастер спальнидің гардеробы бар.
және де санузелі бар ағайындар. Қарасаңыздаршы. Есік ауласына да шығып қарап тұрсаңыздар болады. Барбекю зонаға қарап, ана жерге газон егетін болсаңыздар, номер 1 Шымкенттегі үй сіздердікі болады ағайындар. Дәл мына үйге келіп Мұқағалидың өлеңі есіңе түсіп кетеді екен. Мұқағалиды тірілтіп алып, махаббатыма ішіп барсам ба, жақсы көрем деп жей алдайсың ба, жан тәнің менен сүйе алмайсың ба, менің жүрегім кешірімді ғой, ал сен өз жүрегіңнен ұялмайсың ба, жақсы көрем деп жей алдайсың ба, жан тәнің менен сүйе алмайсың ба, менің жүрегім кешірімді ғой, ал сен өз жүрегіңнен ұялмайсың ба деп мына өлең Мұқағалидың өлеңін айтып береді екенсің мына үйге келген кезде. Дәл осындай үй осы жылдан қалмай үй іздеп жүрген жандарға жұғысты болсын ағайындар.